Сәлем Стамбулдан. Бүгін арықтау видеоңгүделігімнің біткеніне 31 күн болды. Кеше 31-ші күн ұстадым. Сол себепті бүгін мен өзіме бір айда менде не өзгерді, қандай әдеттерім өзгерді, сол жөнінде айта кеткім келіп тұрмын. Сол үшін бөлек видео түсіріп жатырмын. Мен мына жерде жазып қойғам, ұмытып кетпейінше деп бірдеңелерді деп. Мен 31 күнде 8 кило 600 грамм тастаппын. 116-тан 116-3-тен 107-те жеті болдым. Өлшемдерімді мына жерге қазір жазып кетем жаныма. Сол жерде дейтін берім мына жерге жазбаппын ғой. Ең есімде бары мына неден бөкседен 13 сантиметрме тастадым. Мына жерден төстен тоже 10 ба екен, 11 ма екен тастадым. Жазып кетем, қарап кетіңіз. Видеоны бөліп бүйтіп не істемей ақ қойын, сразу мына жерге жазып кетемін қазір. Сосын не өзгеріс болды? Мен вакуум планканы айтпақшы, мен 20 секунд әрең жасайтын, осы күні 60 секунд спокойно тұратын болыппын. Планка өте жақсы нәтиже. Вакуумды салмайтын болдым. Вакуум жақсы жасаймын қазір. Сендерге де кеңес, күніне ашқараңа 10 реттен жасап тұрыңыздар. Мен қолым талып баратыр, яғыда айырып қасқа айтып қосам. Ғастырамыз, қолым талып қалып. Так, вакуум тоқтады, вакуумда 60 секунд жасайтын болыппын. Жақсы жасайтын болыппын. 10 реттен ашқараңға мен кәдімгідей вакуумсыз, планкасыз, жаттығусыз жүре алмайтындай жағдайға келіппін қазір. Таңертең тұрғанда балама тамақ беріп тастағаннан кейін міндетті түрде аузыма бір кусок қиқым тамақ салмай ашқараңға сразу жасап кетем. Сосын әдетке айналып кеткен, көрдіңіз ба, 31 күн ішінде. Сосын жаттығу жасаймын. Жаттығуды бұрын дейтін әрең ырсылдап 15 минут әрең жасайтын едім. Нәтижеге мен айтпақшы, приложениесін жазып кетем, бір жақсы, ешқандай ақшаға емес, тегін приложение бар, жүктеу. Соны мына жерге тастап кетем, 10 күн ішінде арықтау деген, худеем за 30 дней ме бірдеңе деген. Соны ішіне тіркеп кетем, фотосын қараңыз, өздеріңізге жүктеп алыңыз. Сол бойынша 9 минуттық, 10 минуттық жаттығулардан басталатын еді. Қазір мен соны 45 минут жасаймын, өйткені бір жасаған кезде на все тело, на пресс, на ноги деп бәрін бүйтіп кезектестіріп, сонымен бір 45 минутқа жетеді. Содан кейін сол әдеттерімнің өзгеруін айтып жатырмын сіздерге. Сол бұрын дейтін жасалмай, қинап өзім сөйтетін едім. Осы күні жақсы жасап жүрмін, кәдімгідей жасағым келіп тұратындай жағдайға жетіппін. Аш қараңға 2 стакан лимонмен су ішу, мен суды осы 9 жылдай болып қалды. Таңертең тұрғанда мен міндетті түрде су ішемін. Аш қараңға мен тамақ жемеймін, ешқашанда тамақ жемеймін. Жылы су ішем, жылы су жоқ болып жатса, сол бөлменің температурасында суды іше беремін. Содан бірақ мен 1 стакан ішетін, акасы 2 стакан ішу керек, лимонмен ішемін. Бұл тоже әдетке айналды, нормально 2 стаканды қиналмай ішіп жүрмін. Түрік асы дейді, тоқ жүремін деп жазып қойыппын. Сіздерде егер қолыңызда, мен Қазақстанды білем, Қазақстанда таңғы ас ішетін болғанда бұрында тек жұмыртқа қуыра қоясың. Бұл жұмыртқа болмаса нанмен шай ішесің, сары маймен, вареньемен деген сияқты. Бүйтіп бізде Қазақстанда таңғы ас культі жоқ қой, білесіздер. Бұл жақта бірақ культ, таңғы асты күштетіп дайындап, тәрілке бәрін қояды. Табақтарына даже картошка фриға дейін обязательно қояды. Сол түрік асының бір несі, бір паршасы, түрікше айтып кеттім, бір предметі, в общем. Сол айтене тұрғаным, енді бірақ мен картошка фри жемеймін таңертең, бірақ основной базовый тамақтарын жеймін. Неге жеймін? Ол мені тоқ қылдырып жүреді. Көріп отырғанда тәрілкі толып тұрады ғой. Ішінде неде бар, оливки де бар, салатный листья, сыр, жұмыртқа бәрі бар ғой, ішінде пастырмаға дейін бар. Сол үшін сол мен тоқ жүремін. Таңертең тоқ қылып, толық күшті болып жеп алсаңыз, плотно, көпкеден қарныңыз ашпайды. Осын кешкеде де, күндізде де тамақты аз жейсіз. Егер таңертең аз жейтін болсаңыз, күндіздері көп асап жеп қоясыздар.
Сол үшін таңертеңгі түрік асын мен жалғастырамын. Түскі асты енді жеңіл жеп жүрмін да. Бұрын ондай жасамап едім, осы жолы маған жақсы өтті. Түскі асты или кефир, или йогурт, или просто шаймен, батончикпен шай, или қарбыз, или фрукты жеп алу жақсы екен ортада. Айтпақшы, менің айтып отырған режимім үйде отырған декреттеге немесе просто үйде жұмыста отырған адамдарға ыңғайлы. Неге десеңіз, үйде жүргенде сіздер кішкене жай тұрасыз, жұмыс жасайтын болсаңыз таңертең ерте тұрасыз. Сол үшін егер сіз таңертең ерте тұрып тамағыңызды ішетін болсаңыз, обедте әрине қарныңыз ашып кетеді. Егер үйде жатсаңыз 10:30-11-лерде ішесіз. В принципе, мен сөйтіп ішемін. Неге десем, таңертең жаттығуларым бар. Сосын оны түскі асымда тек 3-4-те ішетін болғасын, 3-4 емес те, енді 2:30-3-ге дейін ішіп аламын. Ана кефир, йогурттарымды. Сол себепті мен айтып отырған режимім неге арналады үйде отырған адамдарға. Кешке мен дейтін сорпа ішемін, және де белокпен клетчатка. Клетчатка дегеніміз ол салатные листья, или же, в общем, зелень, овощи. Вот эти клетчатка овощ көбірек жейсіз, белок жейсіз. Вот сосын сорпаны дейтін зияны жоқ, бір тәулікке ішсеңіз, прям сол дейтін сізді тоқ қылдырады. Сосын салмақ тастауға да көмектеседі. Мен оны әрі кетсе 8-ге дейін ішіп аламын. Мен кешкі асты біліп жүріңіз, кешкі 6-дан бастап 8 арасында ішемін. Мен мынандай 8:30, 9:30-9:30-да ішпеймін. Жатардан алдында тоқ жатқым келмейді. Сосын мынау менің сүт пен шай негізінде болмайды. Өткендерде бір видеоларда айттым. Сүт пен шай негізінде болмайды. Көк шай ішу керек, немесе қара шай ішу керек. Мен бірақ сүт шайды ішпесем басым ауырады. Сол себепті мен сүтті айырған жоқпын, үздіксіз ішемін. Бірақ астына тәттінің орнына, мана бір видеода айтып кеттім, осалындағы видео күнделікте, қасына фитнес батончикпен өзімді алдаймын. Солай жеп алдаймын өзімді. Бұрын мен сникерс пен шайды жаман ішетін болдым. Сол әдетімнен айырылып, қазір сүт шайымды іше берем, бірақ қасына фитнес батончикпен ішемін. Бұл осы бір айда менің ас мәзірім неден тұрады, сол. Осы мана өлшемдерімді айтылатында жаздым. Содан кейін мына айтып кеткен ас мәзірі маған бір өзгеше. Өйткені мен негізінде бұдан бұрын бұлай ішпейтін болдым тамақты. Мен макаронка, рис, сіз байқаған боларсыз менің менюімнен, ас мәзірінің менде ешқандай рис жоқ. Булгур бар, гречка бар. Макаронкаден бастарында сорпаға салатын болды макаронка азғандай. Ол просто бульонның ішіне макаронка. Үйті оны бір 3-4 сәт жеген сияқты, одан кейін жейілген жоқ. Мұнда мен дейтін, қазір айтып кетем, мұнда бар алда спискіледім, не жедім, не жеген жоқпын. Сол жөнінде мұнда айтам қазір. Сол байқа өткенде мына ас мәзір маған бір өзгеше. Бұрынғы ас мәзіріме ұқсамайды мүлдем. Мүмкін сол себепті салмақ тастап жатыр. Вроде бы тамақ жеп жатсың, бірақ салмақ тастап жатсың. Келесі, не жаздым мына жерге? Қандай тамақтарды кестім ас мәзірінен? Тәттіні кесіппін. Печенье, шоколадка, жаңа айтқандай сникерс, торт, бәрі қалды. Көшеде жүргенде жемеймін. Айтпақшы, балмұздақ жейтін болдым. Балмұздақты осы 1 рет жеген сияқтымда. 1 рет жедім, я. Бірақ оларды фитнес батончикпен жаңа айтқандай алмастырдым. Оннан жасалған тамақтар, макароны, ақ нан, торт, булочки, бәрі жоқ, жасалынбайды, үйде жасалынбайды. Маған бір жақсы айтпақшы, айта кететін жағдай. Менің жолдасым өте көмектесіп жүр, өте қолдап жүр. Үйге келіп, маған ананы пісіріп бер, мынаны пісіріп бер, анау қайда, мынау қайда сұрамайды. Өзі үйде даладан ішіп келеді. Айтсам, ұят болса да айтайын, даладан ішіп келеді, сен өзің тамағын жей бер деп. Егер менің пісірген тамағым ұнатпаса, папа тамағым ұнатпаса, ол даладан ішіп келеді. Егер менің пісірген папа тамағымды ұнатса, үйден ішеді. Мана мысалы гречкілерді жемейді.
сол үшін бірақ оғандай картошкандай бірдеңе пісіремін, бірақ ол қиналмай ақ қой, күн ыссы ғой деген сияқты қылдырып өзімді алдын ішіп келемін, или мысалға бүгінгі тауық сорпаны ол ішеді, бүгін үйден ішеді деген сияқты. Сондай. Сосын получается макарон, анау мынаулар үйде жоқ. Газировка и так-то мен ішпеймін, осыған дейін ішкен жоқпын. Маған оны тастау оңай болды. Бұрында енді анда-санда бір балам оянып, кешірім сұраймын, балам оянып кетті. Қайта тоқтаттым, жалғастырамыз. Жаңа не жөнінде, газировка жөнінде. Газировканы мен жайлап сөйлейін да, қатты сөйлесем, балам оянып кетіп тұр. Газировканы мен бұрын ішкенде қалай жылына бір 2 рет ішетін, 3 рет ішетін, сондай болған болар. Бұлай үздіксіз менің үйімде тұратындай, или көшеде жүргенде обязательно газировка, кола, фанта дегендерді, ондай менде жоқ. Сол үшін маған тастау оңай болды. Газировка атағанмен жоқ. Үйде ішпейміз. Сосын, кстати, семечка, орешки, чипсы дегендер. Чипсы и так-то мен жемеймін. Орешки, семечкелер жейтін болдым мен үйде жүргенде. Кешкі астан кейін кино қарап отырып шағатын болдық. Семечка шағасын, фисташка деген сияқты. Оның бәрі қойды. Мен бақырғаным, семечка мен фисташка жесең ауыр болып жүреді екенсің. Майлы ғой енді. Оның бәрі қойды. Алынбайды. Семечка бар, бірақ шағылмай тұр. Дальше, сонда мен тәттіні кестім. Оның орнына фитнес батончик алмастырдым. Ұндан жасалған тамағы жоқ. Қарынан жеймін оның орнына. Газировка и так-то жоқ. Семечки, орешкелер шақпаймын. Неде фрукты, кстати. Фруктыны мен до обеда жеймін. Фруктыды до обеда болғанда 10 сағат 4-ке дейін жеймін. Көбіне оны овсянкаға қосам, сосын күндіз бір алма, или там персик, қарбыз сөйтіп жеймін. Кешке жемеймін, 4-тен кейін жемеймін. Сосын картошка, жареная картошка фри, жаркое дегендерді жемеймін. Картошканы духовкаға салған кезде 1-2 слайс жеймін. Сосын сорпаға піскен кезде сорпа тарелкама, сорпамен бірге 1-2-ін саламын. Болды, картошка көп жиі жемеймін. Сонда мен тәтті, ұн, газировка, семечки, картошканы кесіп тұрмын. Жеген тамақтарымды, в принципе, жаңа айтып кеттім бәрін. Менде, получается, белок табағымда бар. Көп көкөністер, овощи, свежие овощи. Солар, свежие овощиді көп жеп жүрмін, осыны свежие салаттарды. Сосын еттерден бұрынғыша енді ет, тауық, сиырдың еті, фасоль, балық дегендер бұрынғыша жеп жүрмін. Менің сонда өзгергенім анаға основной блюдоның қасында гарнирлар ғой өзгеріп тұрған. Бұрынғыдай макаронка, рис, жареный картошка дегендер жоқ. Оның орнына гречка, свежий салат, булгур, сондайлар жеп жүрмін. Сосын нанның орнына қара нанды көбіне мен таңертең жеймін, или же кешке мысалға сорпа ішіп жатқан кезде қара нан жеймін. А так былай қара нанды көп жеңкіремеймін. Жақсы көріп бастаған, өзіме открытие болып бастаған зат ол фитнес жаттығуы. Вакуум, планка. Мен негізі жалпы өзім спорт дегенге жоқ адамын. Бірақ үйде жүріп, таңертең аш қарынға өзімнің 15 минуттықтан бастаған жаттығуым қазір 45 минутқа созылды. Сосын 20 секундтан басталған вакуум 60 секундқа созылған. Вакуумдарым соларды дейтін жақсы көріп істеймін. Сол маған открытие болды. Мен өзім дейтін фитнесті жақсы көріп кететін деп ойлаған жоқпын. Спорт салаға барудың да қажеті жоқ екен. Енді менің жасау керек деп жүрген затым, менің минусым ол ұйқым. Ұйқыны мен қазір жай жатып жүрмін. Оның алдында видео күндері түсірмей жүргенде мен ерте баламмен ұйықтап қалатын болдым. Бірақ қазір мен баланы ұйықтатқаннан кейін 9:30-да мен монтаж, күндізгі түсірген видеоды кешке монтаждауға отырамын. Оны жүктеймін ютубқа, пока описаниясында отырамын, анау-мынау. Сонымен дейтін 12 таман болып қалады. Соны деу керек. Күндіз монтаждауға қолым тимейді менің. Сол енді ұйқыны деу керек. Біліп жүріңіздер, егер ұйқыңыз düz болмаса, дұрыс болмаса, тамақтануыңыз дұрыс болмаса,
сіз салмақ тастамайсыз. Тек фитнеспен, тек спортпен адам салмақ тастамайды, біліп жүріңіздер. Мен кішкентай кезімнен толықпын. Маған сеніңіздер. Көп бұны зерттедім, көп затты білем салмақ тастау жөнінде. Бірақ жасамаймын, не десеңіз, қабылдаймын, еріншекпін. Қабылдаймын, тәттілеп тамақтануды жақсы көретін адаммын. Қатемді қабылдап тұрмын. Бірақ енді осы жылы өзімді қолға алдым, өйткені қатты салмағым көтеріліп кетті, және мен тізелерім, буындарым ауырып бастады, тобықтарым деген сияқты. Айтайын дегенім, егер сіз спорт жасап жүріп, ұйқыңыз дұрыс болмаса, тамағыңыз баяғыша жаркое, қуырылған майға, или слишком қатты майлы тамақтар жеп жүрсеңіздер, ұйқыңыз дұрыс болмаса, түнгі 12-де жатып жүрсеңіздер, салмақ тастамайсыздар. Егер де мен болды жағдай менде спорт жасамай, өзім спорт жақсы көрмеймін деп айттым ғой, спорт жасамай, тек дұрыс тамақтанумен, дұрыс ұйқымен салмақ тастаған кездерім болды. Ал егер мына екеуін жасамай, тек спорт жасап жүрген кезім болды, тоже спортзалға барып, онда вообще ешқандай салмақ тастаған жоқпын. Сол себепті ұйқы, тамақ бірге жүру керек, жақсы болу керек. Сосын спорт, фитнес, спортзал, жүру. Нағыз спорт жақсы көрмесеңіз, жүріңіз. Мен бұрын жүруді жақсы көретін болдым, бірақ баламен қазір жүру мүмкіндігім жоқ. Нетеді, 10.000 жасайтын болдым бұрында. Қазір 10.000 жасай алмаймын, бала уже ала ашқаннан кейін келгісі келеді, ұйықтау уақыты келеді деген сияқты. Мүмкін отмазка шығар енді маған, бірақ жүруге бір мүмкіндік болмай жүр, бірақ оның орнына үйде фитнес жасап жүрмін. Сол себепті ұйқымен тамақтануды дұрыстаңыз, сосын барып спорт, сосын барып фитнес. Содан салмағыңыз жақсы түседі. Спорт енді дополнительно вообще супер болады. Спорт жасап жүрсеңіз, салмақ тастап бастайсыз. Сосын постоянно тонуста, энергично жүресіз, да? Сол қарағандарыңызға рахмет. Осы менің қорытындым. Көп сөз болып кеткен болар, бірақ сонда да соңына дейін тыңдады деп үміттенемін. Мен бірге болыңыздар. Мен бірге салмақ тастаңыздар, мен бірге жалғастырыңыздар. Мен әлі видео күнделікті түсірем, әлі 80 килоға дейін жетеміз. 80 кило болғанымды көргіңіз келсе, менімен бірге болыңыз, каналымнан алыстамаңыздар. Рахмет, пока-пока.